Сәлеметсіздер ме, кішкентай достарым және құрметті көрермендер. Мен бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен бірге дүниетану пәнінен өте қызықты тақырыптардан өтетін боламыз. Тақырыбымыздың аты жарық түрлері. Балалар, сендер таңертең оянғанда бөлмелеріңе не түседі? Әрине күннің нұры. Ал түнде бөлмеңіз қараңғы болғанда не жағасыз? Шамды жағамыз, иә. Міне осының бәрі жарық. Бүгінгі сабақта біз табиғи және жасанды жарықты бір-бірінен ажыратуды үйренеміз. Дайынсыңдар ма? Ендеше кеттік. Экранға назар аударатын болсақ, жарық екі үлкен топқа бөлінеді. Ол бізде табиғи жарық. Бұл табиғатта өзінен өзі пайда болатын, оған адамның ешқандай көмегі керек емес. Мысалға айтатын болсақ, бізге ең үлкен жарық беретін не нәрсе? Әрине ол күн. Сондай-ақ түнде аспанда жылпылдап жанып тұратын жұлдыздар және лапылдап жанатын от табиғи жарыққа жатады. Жасанды жарық дегеніміз не? Ол адам баласы өз қолымен жасаған заттардан шығатын жарық. Адамдар қараңғыда жол табу үшін, үйде жарық қалдыру үшін түрлі заттар ойлап тапқан. Үйімізде тұрған шам, қолымызда ұстап жүретін қол шам және көшеде көліктерге жол көрсететін бағдар шамдар. Оның барлығы жасанды жарыққа жатады. Ал қазір достарым, білімімізді тексеріп көрейік. Кішігірім ойын ойнайық. Экранда ойлан да тап айдар тұр. Мұнда бізге күннің суреті берілген. Қане ойланайықшы, күн жасанды жарық па, әлде табиғи жарық па? Дұрыс айтасыңдар. Күн табиғаттың өзі жаратқан болғандықтан табиғи жарыққа жатады. Ендеше табиғи жарықты таңдап көрелік. Таңдадың. Енді тексеру батырмасын басайық. Жарайсың балақай, біз дұрыс таптық. Күн табиғи жарық. Келесі бізде осы жарықта туралы қызықты фактілер айтып көрейік. Балалар, мен сендерге ешкім біле бермейтін өте қызықты құпияларды ашқым келіп тұр. Экранда қызықты фактілерге қараңдаршы. Ай өзі жарық шығармайды. Біз түнде айды жарқырап тұрғандай көреміз ғой. Бірақ оның өзінің жарығы жоқ екен. Ай тек күннің сәулесін өзіне шалғыстырып, айна сияқты көрсетіп тұр. Сондықтан ай жасанды жарық болып есептеледі. Қоңыздар қандай жарықты көреді? Сенесіңдер ме? Аралар мен қоңыздар адамдар көре алмайтын ультракүлгін жарықтарды көре алады. Оларға сары мен көк түстер өте қатты ұнайды екен. Күннің жарығы жерге 8 минутта жетеді. Күн бізден өте алыста орналасқан. Күн көзінен шыққан жарық сәулесі біздің жерімізге жеткенше тура 8 минут уақыт бойы саяхаттайды екен. Міне осындай қызықты ақпараттарды білесің бе? Міне балақайлар, бүгін біз сендермен бірге жарық әлеміне саяхат жасадық. Енді сендер күн мен жұлдыздың табиғи екен, ал үйіміздегі шам мен қолшамның жасанды жарық екен жақсы білесіңдер. Сендерге сабақ ұнады ма? Егер ұнаса, видеосына өз пікірлеріңізді жазып, маған смайл қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатты болыңыздар.